Барлығына салам достар, сіздермен мен Духа. Бүгінгі видеода әдеттегідей Blagrasha проектінен осы Таганрог деген серверге ауысатын боламыз. Енді бұл жақта қайтадан ауыстық. Скоро промокод барлық сотрудничествоны осында ауыстыратын боламыз. Және де достар, айта кетейін, бүгінгі видеода енді нуликтің фамасына кіреміз. Және де Таганрогта қалай дамып жатқанымызды, кейс ашатымызды барлығын көрсететін боламыз. Ойынға кірдік. Мына жақта хаб новостей деген осындай обновление шығарыпты. Енді қазір көретін боламыз, бұның не пайдасы бар. Және де мұнда, бір дядя Михайловичті алып тастады деп естідім, соны бүгінгі видеода көреміз. Қалтамызда 1 миллион бар. Енді не істейтінімізді білмеймін. Қазір мына жақта осы 99, яғни алдыңғы обновлениеде шыққан 99-шы, осындай көрікті алғалы жатырмын. Енді бұда спойлер, спорт плюс, дрифт, пневма, гидравлика, фото, фс, фв дегендерді 750 мыңға берем дейді. Бұнда максимальный ақша келмейді екен, так что бұны Чанжапроп командасымен көру керекпіз. Так, қазір көретін боламыз. Мына жерде не болып жатыр, не бар, кәдімгі бүкілін чекать етіп көру керек, потому что бұл скам болып қалуы мүмкін, скам болмауы да мүмкін. Мұнда бірінші гидравлика мен пневманы тексереміз. Бұл бар, спорт плюс бар, спорт бар екен. Так, одан кейін неме бар. Так, дрифт қазір көреміз. Так, қостық, дрифт бар екен, комфорт бар ма екен. Так, комфорт жоқ екен. Енді мына жақта, міне осылай айтады, жіберіп тұрды. Неге жіберіп тұрған білмедім, даже осы жерде мен миым тупить етіп қалды ма, бір нәрсе оқып қалды үшін. Мына жақта дальний свет барлығын қарап жатырмын, подвескасы, ондай жоқ екен. И қарадым, чекай, все деп айтты, бұл көлікті нормально деп санаймын өз басым. Енді гидравликасын бәрін тексеріп жатырмын. Негізі әп-әдемі көлік. Аламыз қазір, походу, или көреміз қазір. Нормальный көліктер болатын болса, аламыз. Бірақ ең бірінші менің көзіме түскен әдемі көлік осы 99 болды. Енді 650 мыңға газ деп айттым, бірақ не дейді екен, газ көрейік дейді, 700 дейді. 650 газу деп айттым, пожалуйста деп ше. 700 без номерный знак дейді. Окей деп жаздым. Енді без номерный знак болса, мынау номерный знак вообще тұрмайды ғой, ақшаға пай дейді. Мен мына жерде қазір 888 кар паркинг мультиплеер деген тоғызатын болсам, мынау құлайды ғой. Так, мынау қазір мына жақта КПМ деген номер қойсам бұйырса, енді уже ойлап тұрмын мен. Енді так, низкийға кеттік дедім. Мұнда низкийға әкеп тастады. Мына жақта низкийда зази жоқ екен. Енді сол үшін мен бардым, анау мотосалонға бардым, сол жақтан мопед алдым. Мы обмениваем деп осылай через фрапс жазып жатырмыз, условие жазып жатырмын. Мы обмениваем скутер на ваш, ВАЗ-99 деп жазайын, ВАЗ-99, в общем, и я доплачиваю, так, 700 мың болу керек. И 680 ба, 670 ба, верно деп жазамыз. Енді қазір под фрапс кетіп бара жатқасын, бұл алдамайды деп ойлаймын енді өз басым. 700 дейді, жарайды, 700 десе 700. Енді мұнда қазір 700к верно деп жазам. Итак, лоу дейді да, бұл лоу ма білмедім, бірақ Таганрогта ойнайтын балдар жазып кеттіңдер комментарияға, бұл лоу ма, қымбат па, бұл жақтың экономикасын білмейді екем. И верно деді, таймызды жасап алдық, ПТС еще дедім. Енді қазір мен кидать етемін. Енді күте тұрақ, тез. Так, спорт плюс, бәрі дұрыс. Так, скам емес деп ойлаймын. Енді, так, Чанжапроп командасын жазамыз да, 258 деген ID жазамыз. И жібереміз. И, бүгінгі видеода, получается, біз 99-да алдық. Racer Sport деген осындай мопедті аламыз. Машина 99 деп таңдаймыз. Доплачиваю вы дегенде, басам да, мына жерге 700 мың. Так, бәрі тұрс, 0-қа шатасқан жоқпын. И все да. Так, енді қабылдаса. Так, давай тез. Ой, суда, достар. Енді бізде 99 бар. Міне, достар, айтып тұрған номерім осы ғой, 888 кар паркинг мультиплеер 04 деген почти сондайға, КПМ деген пайдей сондайды білдіреді ғой. Ремканы қолдан қоямыз, арт жаққа, багажникқа манау менің инвентарымда жатқан заттардың бәрін салып тастаймыз.
кейс бомжа ашқалы жатырмыз, қазір ашамыз и подтвердить басып қаламыз и бізге осындай бір какой-то тағы бір вас түсті, ол 09 дейма сондай. Енді қазір бұны алайын десем менде слот жоқ дейді ғой, как раз мында Нурик екеуміз жасап жүр едік МЧС.